Менің ойымша бюрократия дегеніміз жалпы қарабайыр сөзбен айтқан кезде құжатбастылық, ресмилік, немесе жаңағыдай осының аясында сенің нақты бір бастығың, үстіңнен қарайтын сәл болса да заведующиң болсын, ол өзі сол заңға, сол жердің құжатына сүйене отырып өзінің кішкене болса да бір сенен үлкендігін, сенен күштілігін сол арқылы басып отыруға тырысатын, соны бюрократия деп ойлаймын. Бюрократияны азайту үшін алдымен бұл жерде любой бастық, любой мұғалім болсын, кішкене жоғарылау тұрған өз беделділеу болсын, өзінің беделділігін көрсету үшін бәрібір де бюрократияны алға алады. Бәрібір де. Любой жерде, ол Америка болсын, ол шетел болсын, бізде тем более. Оны азайтуға болады әрине, бірақ ол кезде кішкене болса да қолдан билік кетіп қалады да. Анархия болып кетуі де мүмкін да. Сондықтан бюрократия все равно керек деп ойлаймын. Қатты емес енді, бірақ все равно ана адамды тізгінде ұстап отыру үшін, өзінің жұмысын нақты білу үшін бюрократия қатты басып кетпей, бірақ өз жолын әркім өз жолын білсе, ішін кетпейді. Бірақ оны азайту үшін мен ойлаймын, осы қазіргі жасап жатқан компаниялардың тимбилдинг дейді, бірге тауға шығып, бірге демалу, бірге бәріміз бірдей адам екеніміз, бәріміздің проблемаларымыз бар екен, барлығымыз бірдей демалуымыз керек екенін дүниеде көрсету үшін осылай бюрократияны сәл азайтудың бір түрі деп ойлаймын. Нақты келісім шарттың ішінде ережелер болып, сол ережелерден артық сыртқа шығып кетпесе, мысалға адам жұмысқа тұрады ғой, сол кезде саған келісім шарт береді. Соның ішінде сенің өзінің основной обязанности болады бір жұмысқа тұрған кезде. Сол обязанностьтың ішінде барлығы анық жазылып тұрады болса, пунктпен мынаны істейсің, мынаны істейсің, мынаны істейсің деп. Сол бойынша ғана жұмыс істейтін болса, одан артық бюрократиялыққа салып, басқа бір жұмыстарды беріп қоймаса толық. Сосын бастықтың өзі бюрократия болса да, бастықтың өзі сол ережелер бойынша талап етіп отырса, жаман болмайды деп ойлаймын. Ол кезде жаңа жұмыстың да тәртібі дұрысталады, жұмыстың да качествосы дұрысталады. Мен солай ойлаймын. Қарым-қатынас дейсің ба? Енді қарым-қатынас в любом случае Америкадағыдай болмайды, по-дружески. Олар да бетіңе күліп отырып, давай, Дэвид, анау-мынау деп арқасын қағып қояды да, бірақ әркім өз орнын біле ма, сондай бірдеңе ғой. Бізде все равно кішкене не бар, саты бар да. Сол арқылы все равно ұстап тұрады кішкене, сен кімсің деген сияқты, әркім өзінің орнын біліп жүреді. Бірақ бұл жерде мен бастықпын деп, жаңағыдай бастыққа салып беделін пайдаланып, түрлі ойына келген немесе жасалынбай жатқан жұмыстарды өз қол астындағы адамдарға жұмыс еткізіп, мысалға медсестралар болады, медсестраларға басқа бір санитарканың жұмысын беру мүмкін. Немесе педагогтар бар, педагогтарға басқа бір администрацияның жұмысын берсе, ол уже құжатбастылық деп ойлаймын. Ол уже бюрократия, ол уже сенің өзіңнің беделіңді сырттан тыс пайдалану деген ойлаймын. Бюрократияны мен тәртіп деп қабылдаймын бір жағынан. Ол дұрыс. Қағаз болып тұру керек. Қағаз барлығы жаңағы өзінің критерияларына сай, барлығы өз пункттарымен қағаз бірінші дайын тұру керек. Бізде барлығы жақсы болып тұрған кезде басқа жағын арғаратай жаңағы тәжірибеде уже практикаңды арғаратай арттыра беруге мүмкіндік бар. Сен ешқандай қағазсыз тоже жұмысыңды арғаратай жалғастыру мүмкін емес деп ойлаймын. Мен үшін оның маңызы зор. Соңғы 5 жылдықта біз осы екі саланы, екі мекемені қатар алып жүрмін да, мен мысалы сол кезде жаңағы жалпы білім беретін мектепте істедім. Ол жерде мысалы әсер етті. Өйткені ол жерде көбінесе таңнан кешке қанша қағазбастылық өте көп болды. Яғни бір баланың өзіне бірнеше папка алу керексің, бірнеше журналдар толтыру керексің. Ол жерде қағазбастылық өте көп. Сенің ол жерде баламен жұмыс істеуге мүлдем уақытың жоқ, мүмкіндік өте аз. Және сенің баламен жұмыс жасауыңды ол жерде онша бағалана бермейді. Жаңағы жалпы білім беретін мектептерде, жалпы мемлекеттік мекемелерде мен ойлаймын қағазбастылық өте көп деп. Сол себептен мен соңғы жылдарда мемлекеттік мекемелерден бас тарттым. Осылай жеке орталықтарға кеттім. Жеке орталықтарға кеткен себебім бұл жерлерде қағазбастылық аз. Бұл жерде сен
нақты өзіңнің жаңа тәжірибеңмен бөлісесің және тәжірибе аласың. Күнде әртүрлі жаңағы бұзушылықтармен келген балалармен жұмыс жасау арқылы сен өзіңнің жаңағы тәжірибеңді молайтасың жыл өткен сайын. Мен мектепте істедім деп өкінбеймін бір жағынан. Жалпы құжаттармен жұмыс істеудің барлық базасын толыққанды оқыдым. Қазір мен кез келген жерге жұмыс жасаудан мысалға қорықпаймын. Өйткені құжат жағынан да базам бар, толық құрылған, және мынандай жеке меншік орталықтарда тоже 4-5 жыл болды істеп жатқанымызға, сондықтан тәжірибемізде жыл сайын молайып жатыр. Сондықтан бұл алдағы уақытта жұмыс жасауға негізі қағазбастылық, бұл бюрократия өте үлкен әсерін тигізеді негізі. Сол себептен жалпы негізі тәжірибемді молайтам десең, бұл жерде бой бар ғой, енді көптеген әріптестеріміз мысалға жаңағы білім беретін орталықтарда, арнайы жаңағы нелерде ПМК-ны направить ететін жаңағы біздің түзету орталықтары бар мемлекеттік, ол жерлердің барлығында сол баланың бір басына бірнеше қағаздар орнайсың, ол жерлердің барлығы қағазбастылық. Лучше осындай жекеменшік орталықтарда істеген жақсы. Мен өзім мектепте жұмыс істеймін. Енді орыс мектебі ма, мүмкін қазақ мектебі ма, мүмкін мен жүрген жер ма, пока ондай кездескен емес. Былай өтіп алып, менің шеттен шығып, маған мынаны істейсің, немесе сен мынандай жұмысың, мынаны істемепсің деген сияқты басымды сөйлеген емес. Енді менің ақшам да аз болғасын шығар мүмкін, бірақ оған қарамайды ғой негізі. Мен орыс мектебінде жұмыс істеймін, ондай жерде, ол жерде менің өзім директорыме дейін кел, чай, иди сюда, пойдем поговорим, пообщаемся, все ли у тебя хорошо, деген сияқты жағдайымды жасап, күтіп алып, уайымдама, ой, не переживай, я все решу, деп прям, главное, не переживай, все сделай правильно десеп, сол ғана жетеді маған. Онымен мен отырып шай ішейін деп жатқан жоқпын, бірақ сондай сөйлейді. Ол любой мұғаліммен, любой ата-анамен, любоймен солай сөйлейді.